Армысыздар, ханымдар мен мырзалар, достар, алдарыңызда Кенжеғұл Сатсалұлы, қоғам қайраткері, кәсіпкер және профессионал спортшы. Менің мүгедектік қағазымда былай жазылған: көзі зағип, көмекті қажет етеді деп. Бірақ сол жазылған қағазға қарсы шыққан адам туралы естігіңіз келсе, мен сіздерге қазір баян етемін. Апа, отырамыз дейді. Бұрын туған балаларым бәрі қыз бала болды. 16-ма сондай қыз тудым. Содан кейін ер балам кейін тудым. Ерден деген, берден кейін, дәурен кенже, мынау төртінші сол. Осы менің аяқтап отырмыз ғой енді. Үлкен отбасынан шыққанмын, өзім 20-шы баламын. Көңілімде, жадымда қалған ол біздің жаңағы тәтелеріміз бар, ағаларымыз бар, солармен тете өскенбіз. Сонда жаңағы тәтелеріміз, ағаларымызбен өз басым жаңағы тамақтарынан тартып алып, себебі үлкен отбасымыз ғой, біреулерге жетеді, біреулерге тез келеді, біреулерге ақырын келеді. Мен сонда жаңағы маған тез бере қоймадыңдар деп жаңағы аналармен алысып, тамақтарынан жеп қойып, ал жаңа үлкен ағаларымыз, апамыз мына кенжеге көп беріп қойды, тәттісін осыған берді деп таласып жейтінбіз, сол есімде. Енді мен бала кезімнен футболға қатты қызықтым. Одан кейін жаңағы шахмат шашкаға қызықтым. Көп, бірақ бізде, білмеймін, ол сол кезде Совет үкіметін құлағаннан кейін ба, көптеген спорт түрлері болған жоқ. Бірақ мектеп бітіргеннен кейін мен жаңағы жеңіл атлетикаға көштім. Одан кейін сол жеңіл атлетикада мен жаңағы бір кісілердің тырнағы батып кеткеннен кейін тастап кеттім оны. Сосын өз-өзіме сондай серпедім, мен жаңағы шетелде оқып, әртүрлі жаңағы шахматтан басқа, шашкадан басқа, дойбы дейді. Одан кейін жаңағы неден, жүзуден басқа, жүгіруден басқа, жеңіл атлетикадан басқа көз көрмейтін адамдарға арналған спорттарды көремін, оқимын, білемін, және осы Қазақстанда әкелемін деп сондай армандағандықтан мен жаңағы 2008 жылдан бастап Жапонияда оқып жүріп, сондай әртүрлі азаматтарға, біздің көз көрмейтін азаматтарға арналған әртүрлі жаңағы спорттар түрін көрдім. Шетелде жаңағы қандай-қандай спорт түрлерін көрдім. Біріншіден голбол. Енді ол паралимпиадалық ойын түрі. Одан кейін тандем. Тандем велосипед. Менің үлкен бір досым болды, сол маған көрсетіп, сол екеуміз бірге теуіп, қаланың ішінде Нью-Йоркта жаңағы жолдар жасап қойғаннан кейін сол жерде тепкенмін. Мен әрқашанда өз-өзіме сол тепкен сайын айтатынмын: осыны міндетті түрде Қазақстанға апаруым керек. Осыны міндетті түрде Қазақстанда дамытуым керек деп жаңағы өзіме сонда серт беретінмін. Тағы да бір арманым ол Қазақстанда бір қылыштасу, көз көрмейтіндер арасында жаңағы қылыштасу орталығын ашса, мүмкін күшті болар еді. Өзім Қазақстанда 2016 жылы тауға өрлеу Қазақстан чемпионымын. 2016 жылы дүниежүзілік чемпионатта 7-ші орын алдым. Одан кейін 2019 жылы Францияда тағы да 7-ші орын алдым. Тауға өрлеу деген маған бір хобби болды. Кәсіби түрде осы халыққа дамытып жүргенім ол екі спорт түрі. Ол жаңа мен айтып кеткен голбол, одан кейін жаңа тандем. Голбол біз осы 2016 жылдан бері 9 ақпаннан бастап Қазақстанда жаңа осы голбол түрін әртүрлі жаңа облыстарға жаңа көз көрмейтін балдардың арасында дамытып жүрміз. Біз енді 2017 жылы Қазақстан чемпионатын өткіздік, 2018-де де өткіздік, 2019-да өттік. Тұңғыш рет жаңағы 2020 жылы Қазақстанда осы голболдан кубокты өткіздік. Таза голболға келетін болсақ, өзім осы командамен, Алматы командасы 2 дүркін Қазақстан чемпионы. Бір дүркін жаңағы кубоктың чемпионы. Он занимается одновременно несколькими видами спорта, и причем везде достигает больших успехов. Он чемпион Казахстана по скалолазанию. Это огромное достижение. Он капитан команды по велоспорту. Он капитан команды по голболу. Открыли федерацию голбола, он является вице-президентом Федерации голбола Казахстана. В 2016 году, 9 февраля, была презентация голбола в Алматы. Не только в Алматы, но во всем Казахстане. Голбол — это такой, как вам сказать, захватывающий такой спорт. Это единственный командный вид спорта для незрячих людей, который входит в Паралимпийские игры.
Ну, незрячие люди очень много играют. И легкая атлетика, плавание у нас есть, шахматы, шашки, тубус-кумалак. Голбол – это тот же футбол для незрячих людей, которые потеряли зрение, которые не знали, чем заняться, кроме настольных игр. А тут мы привезли этот спорт, очень заинтересовались люди. Мынау бірінші чемпионаттың кубогы. Осыдан бастап тарих голболдың Қазақстанда басталды. Алматы команда алды. Кенжеғолдың, бұл Сейітжан Кенжеғолдың бұл жерде үлесі өте көп деп айтам. Сол Кенжеғолға рахмет деп айтамын. Сонан кейін мынау ең соңғы 3-ші чемпионат голболдың Алматы командасы бірінші орын алды. Кенжеғол Қазақстан бойынша сондай әр адамға көмектесіп жүр. Бұл мәселеде осындай голбол Қазақстанда көтеріліп жатқанға үлкен еңбек қосып жатыр. Соған үлкен рахмет деп айтайын. Один из самых ключевых фигур в голболе – это Кенжеғол. Дело в том, что у него организаторские способности прямо уникальные, невозможные. Так он может организовать тренировки, те же соревнования, тоже какое-то мероприятие. Он сильнейший организатор, во-первых, сам игрок, во-вторых, и еще капитан, любимчик всей команды. Все его слушаются, я не знаю, как он, и не ругается, нормально разговариваем. Но он закончил университет по этому педагогически, у него эти данные именно может обучить, рассказать доходчиво тем людям, которые не видят. Он сам слабовидящий человек, можно сказать, незрячий совсем. И как он сам представляет, может так доходчиво объяснить ребятам, что они прямо после его разговора уже загораются, хотят играть. Без Кенжеғола мы бы не смогли на такой уровень подняться. 7 жасымнан ауылдан кетіп, интернатта оқыдым, Қарағандыда бір жыл оқыдым. Одан кейін 1991 жылдан бастап 12 жыл мен Островский атындағы көзі нашар көретін және көрмейтін балаларға арналған мектепте оқыдым. Аяқ қолдығы тұрмайтын адам болатынмын, өзі сондай бұзық болатынмын, үйдің кенжесі болғандықтан. Менің анам әлі күнге дейін айтады, сені тәрбиелеп шыққан, осындай адам қылып шығарған ол сенің мектебің деп. Енді мына школдың мұғалімдеріне бәріне рахмет, қандай жынды баланы адам қылып шығарды ғой. Сол өздері сабақты жақсы оқыды, сондай жақсы оқыған бала емін-еркін солай жүреді ғой. Мұғалімдерге де еркін, былай да еркін. Сол бұзық болса да оны көрінбейді. Иә. Сол жақсы болды, сол осы пол жууға дейін ең арқысы машина тігуге дейін үйретіп шығарды ғой. Мынау школа, Островский школаның мұғалімдеріне мыңда бір рахмет соларға. Әйтпесе өз бетіммен ештеңе үйрете алмасайдым бұған. Мектепті қызыл дипломмен бітірдім. 12 сыныпты оқып, балдармен төбелесіп, менің мұғалімдерім өте жақсы кісілер. Әлі күнге дейін менің анам да айтады, туыс-туғандарым да айтады, сені тәрбиелеген мектеп деп. Күш беретін жақсы адамдар кездескен болып тұр ғой жолында, иә? Менің көзі көрмеуімнің 2 теориясы бар. Ол айтады, неге деп. Бірінші теориясы менің ата-анам айтады, сен кішкентай кезіңде көргенсің дейді. Көзің 100% болған дейді. Сен аттан құлап, 6 жастан операциядан көзіңе бір жаңағы жарақат түсіп, жаңағы катаракт, соны операция жасағаннан кейін аттан құлап, сен жаңағы жарақаттандың дейді. Ал екінші теория, көп жаңағы дәрігерлер де айтады, осы соңғы жаңағы 5-6 жылда мен әртүрлі дәрігерлерге де бардым, ол айтады, сен осылай туа біткенсің дейді. Туылғанда көзі көрген. Бертін келді сонда көзінің бір көзінде ақ бар екен. Сосын енді сол ақты біз білмейміз ғой енді. Бұлар жарқырап тұрғанда қайдан білесің? Сосын бірінші класс оқығанда нөлі бойма біріме бұзық қой. Мұғалім партаға отыра қалады екен, тыңдамайды сабақты. Сосын апай, сенің баланың көзі ауырады деймін осы. Көзін уқалап ауыра береді, жата қалады бүйтіп сабақты сындырып жатсаң. Менің де бір сіңілімі сондай болған, қаратын кішілі. Арқалыққа қараттық, ол кез арқалықтың гүрілдеп тұрған кезі ғой. Сонымен арқалық ештеңе таппады. Бүкіл анализін жадына алып Алматыға жіберді. Жаңа 12-ші больницаға. Енді бәрі дайын неғып тұрғанда қалай бармайсың? Енді балаң үшін алып кеттім самолетпен. Келдік, жасады. Сол жақсы болды. Ауыл аман есен бардық, бірақ сол атқа мінем деп сол аттан құлап көзің
көріп тұрған көз қайтадан көргіші көзіліп кетті ғой. Қайта келдік, бәрін саған болмады ештеңе. 6-7 жастамын. Есімде әрине маған жаңағы ота жасаған 7 жасында. Одан кейін үйге келіп жаңағы атқа мініп құлағанды, ол да бәрі есімде. Бірінші сыныпта оқыған әріптер әлі күнге дейін жаза аламын, есімде. Әлі күнге дейін сол кезде жаңағы көрген жаңағы балаларға арналған кинолар, олардың барлығы есімде. Мысалға қоян мен қасқыр туралы, одан кейін жаңағы Леополь туралы мысалға кинолардың бәрі есімде, қазақша басқа да кинолар. Бірақ қаншалықты жаңағы көзімнің қатты ашылған, ашылмаған мен мысалға айта алмаймын. Біреулер ойлайды, неге сен жымиясың деп. Мен 2001 жылы жымиюдың қасиетін түсіндім, жымиюдың күшін түсіндім. Оған дейін мен ата-анаммен де ұрсатынмын. Мен мына таяқты ұстамайтын, былай лақтыра салатын, маған керегі не ол деп. Мен көзім көреді деп. Сонда мен көзім көрсе де, көзім көрмесе де, мен жаңағы әртүрлі бағандарға соғылып, жылап, маған не үшін керек бұл? Мен неге көзім көрмейді? Маған не үшін бұл? Не үшін? Менің неге осындай көзім көрмейді деп жаңағы ата-аналармен де ұрсып. Ана, неге сіз мені осылай толдыңыз, өлтіре салмадыңыз ба деп. Не үшін мен осындай көруім керек, осындай зардап шегуім керек? Кетіп жатқан автобустың ішінде орындығына қисығы отырған кезде көзінен жас ағатын. Неге менің осылай көрмейді? Неге мен осылай деп. Қаншама күш керек адамға да өзін игеруге, өзіне өзі жұмыс жасап тұрғы. Нарбеков деген үлкен ағамыз бар. Опыт дурака или ключ к прозрению деген үлкен кітабы бар. Соны мен оқып, біріншіден, екіншіден соның курсына барып, 2001 жылы мен сондай үлкен мақсат қоя білдім. Ол да маған көптеген жаңағы күш берді. Жаңағы мен әртүрлі жаттығулар жасайтынмын. Соның арқасында 2004 жылы мен университетте оқып жүрген кезде, қатты аурумен ауырған кезде көзім мүлдем тас қараңғы көрмей қалды, мүлдем. Бірақ мен жымиып жүретін. Маған деді, сен жындымысың? Мен неге жылаймын? Мен жаңағы сол арманым емес, менің жаңағы күш берген жымию. Бізге айтатын, жымиыңдар, жымиған кезде жаңағы әртүрлі жаңағы сіздерде жақсы эмоциялар, жағымды эмоциялар болады, жарыскен кезде жымиып ішіңдер, жаңағы әртүрлі жақсы сөздер айтыңдар. Сонда мен есіме түсетін, қазақта бір сөздер бар ғой, жаңағы жақсы сөз жарым ырыс деп. Сонда сөздер айтып, сонда жаңағы өз-өзімді көтеріп, сонда мысалы больницада 2 ай жатқан кезде мен ешқандай қиналмадым. Не үшін? Мен жаңағы жымиғаның нәтижесінде жаңағы дәрігерлердің салған дәрісі, әртүрлі жаңағы врачтарға апарды. Сол кезде менің көзім жақсы ашылды. Анамды көріп, ағаларымды көріп, ең бірінші өзімді айнадан көріп, жаңағы қолым бетімді жуа көрген кезде жаңағы айнада бір кісі тұр, ойлап қоямын, мен ба, мен емес па деп. Сосын бейіп жаңағы айнаға нетсем, біртүрлі жаңағы нетеді. Содан кейін бейтсем жаңағы қолым көрінеді, бейтіп, мынау мен ғой деп. Содан кейін қайтадан жаңағы айнаға барып, бұлай қарап, мынау жарығы үлкен, одан да барып, сосын жаңағы комнатадағы үлкен айнаны сипалап тауып, соны жаңағы көріп, сол айнаны. Бар екен осындай үлкен айна деп. Соған барып, соған көріп, сол айнаны. Жаңағы үстімде киімдерді көріп, соған жаңағы айғайлап өзім ойбай, осындай деп, ол жаңағы сол тұрып атқан хозяйка жүгіріп көп не болды? Яғы мен көзім көріп кетті. Сен бұрыннан көрмейсің, қалай көріп кетті? Яғы осылай операциядан кейін, онда күшті болды ғой деп, үйдегілерге звондап, олар жылап. Сонда бір жақсы бір күшті бір оқиғаға, күшті бір сондай сезімге жаңағы бөлінгенмін. Жымиюды да үйрендік. Сахнада да әдемі сөйлеуді де үйрендік. Адамдармен тіл табысуды да үйрендік. Әрине менің мысалы қазірде көзім 100% емес. Маған қазір шынды керек. Көзімнің көргені қажет емес. Біздің Кенжеғал өте білімпаз. 2003 және 2007 жылдары кезінде Қазақ ұлттық университетінің Әл-Фараби атындағы тамамдаған. Және 2008-2009
9 жылдары Жапонияда білім алып келген. Одан кейін 2011-2013 жылдары ақш құрама штаттарында білім алып келді. Одан 2014-2015 жылдары Англияда жаңағы Рейдинг қаласында білім алып келді. Бір тиын ақша шығармай, грантқа оқуға түсіп, өзінің алдына қойған мақсаттарына жетіп келеді. Өте білімді, осындай жаңағы өзінің алдына қойған мақсаттарын мен әр кезде қолғап, қолпаштап отырамын. Әппақ киім кигізіп жүрдік қой, әппақ киім киіп жүрді. Шал, нәс киіміне дейін, іш киіміне дейін, костюм шалбарға дейін бәрін жастайынан өзі өнерге қатысып жүрді ғой, пьесаға, сол школада жүріп. Соның бәрін киім дайындап беріп отырамыз, әйтеуір. Жоқ болса да тауып аламыз қайда болса да. Ақ киім біріншіден мен үшін ол бір қасиетті, сондай бір рух беретін түс болды. Ақшаңқай, тап-таза, көңілімде таза, өзімде таза, өмірімде таза деген сондай бір сезім болды. Жамырда да, маған айтты, қалай сен жамырда жаңа әппақ тап-таза болды. Мен себебі үстімде қайта-қайта қағып, осы жүре беретін. 2-3 киім ауыстыратым, 2-3 жаңағы көйлек ауыстыратымын. Ақ деген бір жарық, бір сондай сәуле, жарқ ететін адамның ортасында болсаң да, мен мұндамын, мен бармын, мен өмір сүріп жатырмын деген бір өзіңді бір үндеу тастау ма, сондай бір түс арқылы. Мен үйдегілермен жаңағы қара бір нәрсе алса, түрлі түсті алса, жаңағы ұрысып, мынаны кимеймін деп, одан да мен жалаңаш жүрейін деп осылай жаңағы мінезімді көрсететін. Одан кейін жаңағы әртүрлі психологиялық тренингке барып, жаңағы өзім ойымды ашып, жаңағы өмірге деген құштарлығым ашылған кезде сол жаңағы киімдерім де өзгере бастады, өзім стилімді де өзгере бастады. 17 градус. 17 градус. Аптасына 5-6 рет тренировка жасаймыз. Көбінесе біз қапшағай трассада жүреміз. Әр кезде әрқалай, скорость или силовой или длинныйға шығамыз. Силовой болған кезде медеуге қарай, тауға қарай шығуға тырысамыз. Қазақта енді бір ауыз сөз бар ғой, бір сырлы, 8 қырлы деп. Мен осы кенжені сол өзім сондай деп есептеймін, неге десем, ол жан-жақты. Әр күнге көмектескісі келіп тұрады, достарына өз несіне қарамай, маған звондайды, осындай досым бар, мен апарып тастасын машинамен. Или анау барып жұмысын істеп берсе, өзім стройкамен алсам, қайта мен келген кезде айтып қоймын, сен не өзіңіз? Әр күнге сондай жоқ, бар, көмектес Құдайдан қайтады. Мен ана бір ауыз сөзін етпеймін, жарайды, қарашы деп барып жаңағы бірін тоғын жасап беріп, бір жерін тағы бір нәрсесін жасап беріп, барып соны жасап береміз. Мен оны мүгедекті ойламаймын, потому что сондай өз ісімен, несімен сондай бір адамға нетеді. Келу кезде өзі ренжиді, мен немін ғой деп келу кезде. Өзі айтады да, мен соқыр емеспін, сен не істеп жүрсің? Келу кезде алдына келатқан, бұл жерде баспалдақ бар деп айтудан ұмытып кетемін мысалы. Қасымда жатқан мен соны ұмытып кетемін соның бәрін. Құлап қалады, сүрініп қалады да маған ренжиді. Мен мүгедек екенін ұмытып кеттім, шыны керек кезде. Сен саусың ғой, сен айтпасаң мүгедек қайдан ғой дейсің. Соны күліп те қайтып жүре берді. Біз Кенжеғұл екеуміз 2011 жылы республикалық кітапханада жұмыс істеп жүрген кезде танысқанбыз. Содан 2016 жылы тұрмыс құрып, 2018 жылы дүниеге қызымыз келді. Қазір бір ұл бір қыз тәрбиелеп отырмыз. Өзіміздің отбасылық шағын бизнесіміз бар. Сол бизнесімізде жаңағы өзіміз жұмыс жасаймыз отбасымызбен.
бақытты жанұяның біріміз деп санаймын өзімді. Негізі Кенжеғұлдың адамгершілігі, адаммен тіл табысқандығы, балаларына деген қамқорлығы, бүткіл бауырларына, қазақ баласына деген жанашырлығы қатты ұнайды. Қазіргі жастарға меніңше өз-өзіне деген сенім жетіспейді. Көбісі сенбейді өз-өзіне. Білмеймін неге екенін сенбейді. Қолдарыңда бар ғой. Аяқ қолдарың сау. Аяқ қолың сау болмасын да, сау болмаса да жаңағы біз сияқты көз көрмейтіндер, немесе мүгедектігі бар азаматтар жүр ғой. Мысалы біздің Димашымыз бар. Біздің жаңағы Иманбегіміз бар. Басқа да азаматтарымыз бар. Әрбір қазақ өзіне жаңағындай Димаш сияқты, Иманбек сияқты сенім бол керек. Мен осыны істей аламын, менің қолымнан келет деген кезде, сенінген кезде, жаңағы біздің әрбір қазақ биікке жете алады. Біз кейде жаңа үкіметімізді ұрсамыз, ойбай анау, ойбай мынау. Бірақ сен сол үкіметіңнің жандануына, сол үкіметіңнің жақсы болуына не істедің? Менде бұрын сондай ойлар болатын, жаңағы басқа жаққа кетіп қалуға. Бірақ жаңағы Иманбекті қараған кезде, Димашымызды қараған кезде, жоқ, мен кетпеймін, мен осы қазақ, қандай қазақ болмасын, қандай үкімет болмасын, еңбектенуім керек. Осының жолында аталарым сияқты жаңағы барлық күшімді салуым керек. Ең бастысы мақсаттарыңыз болу керек. Үлкен мақсатыңыз. Қазақта мынандай сөз бар. Мақсатсыз адам қанатсыз құсқа тең деп. Егер де мақсаттарыңыз болмаса, құстай ұша алмайсыз, биікке самғай алмайсыз. Сондықтан барлықтарыңыздың армандарыңыздың жай ғана телефон емес алу, жай ғана киім сатып алу емес, үлкен бүкіл елге, халқыңды дүниеге жаңағы паш ететін, қазақтың туын, қазақтың атын шығаратындай үлкен мақсаттар болса, сізде сол мақсаттарыңыз жетелейді. Бір қадам жасап, кішкентай қадам жасасаңыз, үлкен армандарыңызға жетесіздер. Соны бірақ оны көзім көрмейді деп, бұл ештеңеден тайсынбайды да, мына жерде су жатса, түсіп кетсе де жүре береді ғой. Құласа құлайды, құламаса кешіп кетеді. Не болса болсын, сол алға. Алла сол несінен таймасын әйтеуір, денсау болсын. Менің ата-анам маған қандай күш берді? Сенің қолыңнан келеді, сен ұмтылуың керек деген сондай сөз болды. Менің ата-анам әлі күнге айтады. Мына алдында тұрған наныңды өзің соған ұмтылып, қол созып, аузыңа салып шайнап жұтпасаң, сен үшін ешкім жұтпайды, сен ешкім шайнамайды дейді. Әлі күнге сол есімде. Мүгедектік қағазында басқа біреудің қолдауын қажет ететін, жетектеуін қажет ететін, көзі көрмейді, осындай диагноз деген зағип, жұмыс істеуге болмайды деген кісінің жетістіктерін айтып кетейін. Мен бірнеше тілді білем. Ал енді кәсіпке келгенде соңғы 4 жылда өзімнің қос тілім бар, яғни шағын кәсіпкермін. Одан кейін енді спорттық жетістіктерім туралы айтатын болсақ, Қазақстанның голбол бойынша, голбол паралимпиадалық ойын, командалық ойын 2 дүркін чемпионы Қазақстанның. 2017 және 2019. 2018 жыл күміс жүлдегер. Оның табиғатында зеректік болып тұрғы бәрібір. Қойған мақсатына ол жететін бала, бір беткейлігі бар. Енді сұрақ, қалай анамның алдында тұрған наныңды өзің ұмтылып алмасаң, ешкім саған әкеп бермейді деген сөздері мені әлі күнге дейін қуаттандырады. Әлі күнге дейін маған қуат береді. Мен сондай өзіңе тәнті болдым бүгін. Сонда риза болып отырмын. Нағыз сахнада елдің алдына шығып, лекция оқып, өнер көрсетуге лайық жан екенсің. Таланттың бәрі бойыңа Құдай тағала берген екен. Жетістігің де мол екен. Сондай қуаныштымын сен үшін. Қазақтың әрбір баласы өзіңдей болсын деймін.
молодец. Рух бар екен бойында. Қазаққа тән. Мынаны мен 5 дискадан тұратын топтамам саған. Ой, рахмет. Тыңдарсың. Алла разы болсын. Мына гүл өзіңе. Ой, рахмет. Мен сені құшақтап, саған ризашылығымды білдіремін. Молодец. Өмірде жолың бола берсін. Рахмет. Сіздей адамнан мұндай сыйлық алуға өте қуаныштымын. Рахмет. Мен енді кеші болғандықтан, егер де сенен алған әсерімді сөзбен емес күймен жеткізетін болсам деймін, мен ойлап отырмын, Махамбеттің бір рухты келер сияқты бір өжетке шығатын шығар деп. Рахмет.